Қоғамымызда қазір түрлі жағдаяттар болып жатады. Бірі арсыздықтан туып жатса, екіншісі қандай да бір мақсатқа жету үшін өзінің арын немесе өзгенің арын таптап жатады. Қандай да бір мақсатқа жету үшін өзіне деген мейірімділігін ұмытып, өзге біреуге деген рахымдылығын ұмытып жатады. Қандай да бір мақсатқа жету үшін әдеттен озып жатады. Бүгінгі тақырыбымыз Аллах Тағала әрбір халыққа өзінің дінін түсінген, өзінің шариғатын түсінген, шариғаттың мақсаттарын түсінген бір ғалымдарды әрбір халыққа Аллах Тағаланы таныған ғалымдар жіберіп жатады. Қазақ халқында да осындай Раббысын таныған, Құран мен хадистен нәр алған, ілімді, білімді ғұлама ғалымдарымыз аз емес. Солардың бірі Шәкәрім атамыз жайында болады. Шәкәрім атамыз осы замандағы болып жатқан, бәлки қазақтың сол заманнан бері түбіне жетіп келе жатқан, немесе қазақты ұлы биік дәрежеге көтеріп жатқан сипаттарды сипаттап, ар ілімі атты терминді қолданады. Шәкәрім атамыз өзі 5 жасында молдадан ілім алып, 7 жасына дейін ілім алып, 7 жасынан әкесінен айырылған соң Абай ағасының тәліміне өткен болатын, соның тәрбиесін көрген болатын. Сол Абай атамыздың тәрбиесінің арқасында сол бір заманда халықтың бай салт дәстүрінің арқасында жетіліктің дәмін аса қатты тартпай, бәлки ғұлама ғалым болуына сол бір орта, сол бір заман, сол бір насихатшы аға Абай себепкер болған. Шәкәрім атамыз өзінің осы ар ілімінде мына бір сөз айтады: ар қайда, рахым қайда, әдеп қайда, бұт-жұт болып неге жүрміз әрбір сайда. Қазіргі қоғам проблемасы: ар қайда, рахым қайда, әдеп қайда, бұт-жұт болып неге жүрміз әрбір сайда. Қазір қарайтын болсақ, ар намысын тастап, таптап, ақша үшін, әдептен озып, ел жұртқа есті жау жүрсе жақсы болар еді сықты. Әдептен озып, дүние үшін, өмірлік қандай да бір мақсат үшін осы бір нәрселерден асып өтіп жатады. Соған осы жерде Шәкәрім атамыз ар, рахым және де әдеп мәселесін қоза кетеді. Арға келетін болсақ, бұл ар деген нәрсе адамның бойындағы Аллах Тағала берген ең үлкен нығметтердің бірі ар намыс деген. Оны бабамыз қазақ өте жақсы түсінген. Түрлі қиын қыстауларда, түрлі қиын замандарда, қилы кезеңдерде де ар мен ұятты, намысты жоғары қоя білген. Келе жатқан ұрпақтарына нарым бар дегенше, арым бар деп мақтан. Адалдық арлы адамның ісі. Адалдыққа тәрбиелейтін түрлі насихаттарда айтумен қатар, батасында да арлы бол балам, Аллах Тағала абыройыңды асасын деген дұға тілектерді жасап жүрген. Бұл қазақ халқының ата-бабаларымыздың
Дін мен дәстүрді ұштастыра білгендігінің арқасы. Шариғатымыз 5 мақсатта келген. Шариғат 5 мақсатты қорғайды. 5 нәрсені қорғау үшін мына ислам діні келген. Ең біріншісі бұл дін. Дінді қорғау үшін. Дінсіз болатын болса адам, одан жауыз адам болмайды. Ақыретке, жәннат, тозақ деген нәрселерге сенбейтін, Құдайдың бар екеніне сенбейтін адам, одан артық жауыз жоқ өмірде. Кейбір мемлекеттерді қарайсыз, атеизмге құрылған, ақырет жоқ деп қабылдаған мемлекеттерді қарайтын болсаңыз, сол жерде ақсыздықтың түр-түрін көресіздер. Ең бірінші дінді қорғау, екінші адамның ғұмырын қорғау, адамның өмірін қорғау. Үшіншісіне келетін болса, ол адамның ақылын қорғау. Төртіншісі міне біз айтып отырған адамның ар-намысы. Бесіншісі ол мал мүлкі. Қандай да бір жағдай болатын болса, осы тәртіп сақталу керек. Ең біріншісі қайсы дедік? Дін. Жаттап алыңыздар, құрметті. Ең біріншісі ол дін. Дінсіз қоғам болмайды. Дінсіз болған қоғам түбіне сол дінсіздігі жетеді оның. Екіншісі не деді? Адамның ғұмыры. Үшіншісі ақылы. Төртіншісі ол ар-намыс. Бесіншісі мал мүлік. Осы 5 тәртіптік міндетті қорғалу керек, сақталу керек. Малыңды сақтау керек па, арыңды сақтау керек па дейтін болса, қайсы сақталу керек? Ар-намыс сақталу керек. Өйткені мал мүлкің болып тұр, ар-намысың болмаса, Алла сақтасын, өмірде бүкіл шарапатынан айырып қалған адам кім деп айтуға болады? Ар-намысы жоқ, абыройы жоқ. Біз айтамыз ғой, кейбір байлар неткен кедей, байлығынан басқа түгі жоқ деп. Ар-намысы, абыройы болмаса. Сол үшін де осы ар-намысқа байланысты қазір мына қоғамымызда жүр ғой, бір жынысылықты үгіттеп жүргендер, өздері абыройынан айырылып қалғандар, өзгелердің де абыройынан айырылып солармен теңдес болғанын қалайтындар бар да. Теңдес болғанын қалайды. Ал бұларға Құранда Аллах Тағала не дейді? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннал-лазина юхиббуна ан ташиа аль-фахишату фил-лазина аману. Сонда иман келтірген мүміндердің арасында, Аллаға иман келтіргендердің арасында арсыздықтың етек алуын көксеп жүрген, соны қалап, соны қаратып жүргендерге келетін болсақ деді. Оларға бұл дүниеде де, ақыретте де жан төзгісіз үлкен ауыр азап бар дейді. Алла сақтасын. Осы бір жолда қандай да бір үлес қосып қалмауымызға мән беруіміз керекпіз. Қандай да біреудің өлімі арқылы, қандай да біреудің бір ел жұртты құртуға, арсыздықты таратуға жасап жатқан соның көркем тәтті сөздердің арасына еріп кетіп, қолдау көрсетіп қоймауға біз емесеміз керекпіз, мән беруіміз керекпіз. Яғни бірінші мал мүлік сақталу керек па, әлде ар-намыс сақталу керек па деген кезде екінші ар-намыс. Қазақта да сол үшін айтады, жаным, малым, жанымның садағасы, жаным, арымның садағасы дейді. Қазір керісінше болып кеткенде, мал мүлік үшін өзін сайқын мазақ қылып, мына TikTok, Instagram деген қоғамдық желілерде ақша үшін өзін де қорғалып, өзін ар-намысын таптап, хайп үшін, тіпті сонау керемет еліміздің зиялы ұлы тұлғаларына Абайға да тіл тигізіп, Шәкәрімге де тіл тигізіп, Мұқағалиға да тіл тигізіп, қандай да бір ұлттың құлдырауын қалайтын болсам, ең бірінші олардың зиялыларын сайқымазыққа айналдырды.
Абайдан айырылсақ, шәкәрімнен айырылсақ, мәшһүр жүрсек, үлкен сол секілді ұлы тұлғалардан айырылсақ, біз кім болдық? Басқа ешкім емес. Ең бірінші яғни мал мүлікті арма дейтін болса, ар намысты сақтау. Ар намысты сақтау. Осы кезекпен кете береді. Қандай да бір нәрсе. Ең бірінші шариғаттың мақсаты не дедік? Дін дедік. Екіншісі қайсы? Адамның ғұмыры дедік. Үшіншісі ақылы дедік. Ақылды ма әлде өмірді сақтау керек болсын болса, қайсын сақтау керек? Өмірді сақтайсың. Өмірді ма әлде дінді ма, қайсын сақтау керек болатын болса, дінді сақтау керек болады. Сондықтан ар намыс деген нәрсе бұл Құдай Тағаланың адамның бойына беріп қойған шарафаты. Бұл ар намыс абыройдан айырылып қалған адам, Алла сақтасын, шын керек өмірден түнелгеннен басқа ештеңе көрмейді. Арсыз ол, намыссыз, абыройы жоқ, қоғамда бір құны жоқ, қайда бар сияды. Сондықтан да сізбен біздерге берілген ең үлкен рахмет, бұл ар намыс, соны сақтай білуіміз қажет екен, құрметті жақсылар. Бұл ар намыс дегеніміздің мағынасы өте ауқымдырақ. Мысалға айтатын болсақ, арлы намысты адам біреуге барып қол жаймайды, пәктігін сақтайды. Жалқауланып, жатақайланып жатпайды, еңбек етеді. Сондықтан да Абай атамыз не дейді? Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қойды.